Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассалаумалейкум, құрметті қыздар, ханымдар. Бүгін осындай керемет этно құрақ тігетін боламыз. Бізге керегі этно стилінде қырқылған осындай әдемі жануарлар, сырға, шексіздік, ою, осының барлығын жақсылап дайын етіп қырықтырып аламыз лазермен. Өзіңіз қырсаңыз да болады, бірақ лазермен жасатып алсаңыздар өте оңай болады. Осылай қойып жинайтын боламыз. Оюымызды қойып аламыз. Түктеріне міндетті түрде қараймыз. Түгі астына қараса, основасында астына қаратамыз. Енді қараңыздар, оюды ажыратып, жабыстыратын жағы үстіне және жабыстыратын жағын астына қойып, тез жұмысты оңайлату үшін осылай жасап аламыз. Бетіне бір-біріне беттестіріп үтіктеген кезде сонда сразу екі оюымыз жабысқан болып шығады. Уақытымызды үнемдейміз осылай. Осындай лайфхакпен бөлісейін. Бірақ бұл барлық этноларға, оюларға келмейді. Сол себептен қайсына келеді, соған жасаймыз. Жақсылап пармен үтіктейміз. Міне үтіктеп бітірдім. Әр көрпешеге осындай үлкен ортасына 3 оюдан кетеді. Астына осындай подушкаға бөз мата немесе осындай ақшыт мата қолдансаңыз болады. Енді осыны зигзагпен жақсылап, майда зигзагпен зигзагтаймыз. Енді этно стилімізге келейік. Бұлардың барлығын дәл бағанағы оюды жабыстырғандай жабыстырамыз. Ажыратып, міне осындай болып шықты. Жақсылап бұны да пармен үтіктейміз. Және де бұларды да астына бөз мата немесе ақшыт матаны қойып, зигзагтап шығамыз. Жақсылап барын есептеу керек. Одан кейін құрағыма кірісеміз. Әркім өз талғам бойынша құрақтарды жасайды. Міне матовый велюрдан қырқып жатырмыз. 2,5 ширинасы, ұзындығы бар ұзындықты алып қырқа бересіздер. Себебі құраққа өте көп кетеді. Подушка қырқып аламыз міндетті түрде. Ені 2,5 сантиметр қырқып аламыз. Және осының барлығын құрақ етіп тігетін боламыз. Көк велюрмен және молочный велюрдан қырқып алдым. Осылай тырна құрағы, құдық құрағы, версаче құрағы, қандай құрақ өзіңізге ұнайды немесе тапсырыспен келді, сол құрақтарды қосып, этноны қосып тігетін боламыз. Мынау тігіліп жатқан құдық құрағы. Алдағы видеоларда салынған болатын құрақтардың түрлері қалай тігілу керек. Жалпы осылай тігіп отырасыздар. Астыңғы подушкасына 16 сантиметр подушкаға тіктік. Сонда біздің құрағымыз 16,5 примерно шықты. Шетін қырқып түзіліп отыратын боламыз. Ал мынау біздің тырна құрағымыз. Құрақтар алдыңғы видеоларда салынған болатын. Егер білмейтін болсаңыз, қалай тігілуін алдағы видеолардан көрсеңіз болады. Осылай 4 бұрыштыны қойып, матаны экономдамаңыздар. Осылай 3 бұрыш қып көбісі қырқады. Бірақ егер 3 бұрыш қып қырқпай 4 бұрышын осылай тігетін болсаңыздар, қатты әдемі болады. Прочный болады, качествосы да жақсы болады. Сондықтан матадан экономдаудың қажеті жоқ. Осылай 4 бұрыштысын тігіп әдемі құрақ шығарамыз.
бұл тырнақ құрағы болғандықтан өте бір-біріне бұрыштар сәйкес келу керек. Сондықтан үшбұрышпен емес, төртбұрышпен тіксеңіздер әдемі шығады. Міне құрақтарымыз дайын болды. Келесі құрақты да тігетін боламыз. Бір жағы молочный, бір жағы көк етіп тігетін боламыз. Міне осындай тырнақ құрағы. Дайыны осындай болады. Осылай енді бір-бірімен құрастыратын боламыз. Бір көрпешенің бір блогын құрастырып аламыз. Одан кейін ары қарай қалған құрастыра беретін боламыз. Міне осылай қойып көреміз. Қалай әдемі шығады, түктеріне қарап. Блоктарды бір-біріне қосып шығамыз. Міне осылай қиғашынан қосатын боламыз. Алдымен осылай кішкентай төртбұрыштарды бір-біріне қосып шығамыз. Жанындағы үшбұрышты екіге бөлгендегі, одан кейін осылай ұзыннан қосатын боламыз. Әр блогымызды осылай қосып шығамыз. Және жанындағы оюларды осылай үшбұрыштап қырқып аламыз да жандарына тігетін боламыз. Осылай әдемі құрақ шығарамыз. Мұны қараңыздар, қандай әдемі, керемет қазақи нақышта. Енді шетіне рамкасын тігетін боламыз. 10, 12, 15 әркімде әрқалай шығады. Құрақтың жалпақтығына байланысты. Көрпешеміз ені 80 немесе 90 қалай заказ келеді, қалай тігесіздер, солай тігеміз. Міне тігіліп шықты жан жақтарына. Түктеріне қарап отырамыз міндетті түрде. Бұны да тіккен кезде енді осыны астарын тігетін боламыз. Астарын велюрдің өзінен тіксеңіз болады, немесе осындай турецкий сатиннан, турецкий шыт, турецкий хыбы деп атайды, солай тіксеңіздер болады. Замогын тігеміз міндетті түрде. Замок тіксе өте оңай кигізіп шешіледі. Енді замогын тіккеннен кейін бір-біріне беттестіріп, оң жағымен инелерін қадап, түзу етіп жан-жағын тігіп шығатын боламыз. Жан-жақтарын тігеміз. Осылай әдемілеп қойдық. Тегістеп аламыз, жақсылап, міндетті түрде, қисық болмау керек. Және шетіне осындай велюрдан, молочный велюрдан осылай 3 сантиметрлік полоска қырқып алып, шетіне қосатын боламыз. Сонда көрпешеміз әдем болады. Біреулер арқан қосады. Біз осылай оңай жеңіл түрін осындай полоскасын қосып шығамыз. Міне көрдіңіздер ма, көрпешеміз дайын болды. Өте керемет, әдемі. Видео пайдалы болды деген үміттемін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.